Мен оны алғаш рет көргенде жүрегім кеудемнен шығып кете жаздады. Әлем тоқтап қалғандай болды. Ол менен бірнеше жас кіші болса да, көз қарасы, күлкісі, жүріс-тұрысы мені баурап алды. Уақыт өте келе жиі кездесе бастадық. Әуелі әңгімеден басылған жылылық бірте-бірте құшаққа, құшақтан сүйіске төсек қаттасына ұласты. Жүрегім мен тәнім алғаш рет шын мағынасында бір адамды қалады. Оның құшағында өзімді қорғансыз бала сияқты сезіндім. Бірақ дәл сол сәтте ең бақытты жан болдым. Әр кездескен сайын маған құмарлық пен сүйіспеншілікті қатар сыйлады. Ол үйленуді ойлап жүргенін айтқанда, менің жаным ұшып кете жаздады. Іштей бақыт деген осы шығар деп ойладым. Бірақ жүрегімнің бір түкпірінде мазалаған ой бар еді. Менің кішкентай ұлым, бұрынғы некемнен қалған жалғызым. Ол жайлы айтуға батылым жетпей жүрдім. Өйткені бір шындық ашылса, бар арманым күл-талқан болатынын сезетінмін. Бірақ махаббаттың буымен, оның ыстық құшағы мен тәтті сөздеріне алданып, тағдырдың бұл сынын ұмытып кеткім келетін. Сол күндері мен шынымен бақытты едім. Көзімді жұмсам, оның бейнесін көрем. Оянсам, оның даусын естігім келеді. Көңілімді, жанымды, тәнімді түгел баурап алған жігітім мен үшін өмірдің мағынасындай болатын. Менің жүрегімнің түкпірінде бір шындық тығылып жатқанын білемін. Қанша жасырсам да, ол бір күні бәрібір шығады. Сол шындық менің ұлым. Оны мен алғаш кездескенде айтқым келген, бірақ жүрегім дауаламады. Ол мені құшақтап, жаным, біз үйленеміз, екеуміздің бақытты болашағымыз бар деген сайын тілім байланды. Айтып жіберсем, мені тастап кетер ме екен деген қорқыныш жүрегімді тырнай берді. Бірақ тағдыр менен қашып құтыла алмай қояды ғой. Бір күні ол бәрін білді. Ұлым бар екенін жасырғанымды, өмірімде бұрын ер адам болғанын естігенде, көзіндегі жылылық сәл сөнгендей болды. Бірақ мені тастамады. Сенің өткенің, сенің таңдауың емес. Мен үшін қазір қандайсың, сол маңызды деді. Сол сәтте жүрегім жылап тұрып, одан бетер сүйіп қалдым. Алайда біздікі тек екеуміздің махаббатымыз емес еді. Оның анасы бар. Әрбір ананың баласына деген жүрегі алабөтен екенін түсінемін. Бірақ сол күн, сол сәт әлі күнге дейін көз алдымнан кетпейді. Ол үйімізге келді. Көз қарасынан ақ бір нәрсеге дайын болу керек екенін сездім. Әңгімеді алыстан бастамады. Қызым, әрбір ана баласына жақсылық тілейді ғой. Баламның бақытты болғанын мен де қалаймын. Сен де анасың, мені түсінесің деген ойдамын. Бірақ сенің балаң бар. Сен жас емессің. Ал менің балам аузын ашса, жүрегі көрінетін таза жігіт. Оны саған қимаймын деді. Осы сөздер кішкене найзағайдай боп қадалды жүрегіме. Өзімді бір кішкентай, әлсіз, кірлі жан сияқты сезіндім. Іштей, менде сүйіспеншілікке құқым бар ғой деп айқайлағым келді. Бірақ үнім шықпады. Анасы сөзін айтып артына бұрылып кетіп барды. Ал мен есікті тарс жауып жерге отыра кеттім. Қолдарым дірілдеп, басымды құшақтап жыладым. Көзімнен аққан жасым тоқтар емес. Анашым, деді қасымда отырған кішкентай ұлым. Анау тәте саған бірдеңе айтты ма? Соған жыладың ба, деді. Оның сөздері мені қақ бөлді. Бір жағым ана ретінде ұлымды құшақтап, бар әлемінен қорғағым келді. Екінші жағым ғашық әйел ретінде сүйгенімнен айырылғым келмеді. Бірақ тағдырдың дарызысы мені тағы да қинап тұрған еді. Анасының сөзі жүрегіме у боп құйылды. Күндер өткен сайын жігітіме қарауға қинала бастадым. Ол маған бар жан тәнімен беріліп жүргенін білемін. Әр кездескен сайын, жаным, не болды? Неге өзгеріп кеттің деп сұрай берді. Мен үнсіз қалатынмын. Тек жанарымнан төгілген жас бәрін айтып тұратын. Бір күні ол қолыма әдемі гүл әкелді. Жүрегім қысылып кетті. Ол гүлді көріп тұрып, оны алуға батылым бармады. Оның таза махаббатына жауап беруге лайық еместей сезіндім өзімді. Ал жаным, қабылдашы, деді ол күліп. Менің көз алдыма оның анасының сөзі қайта-қайта келе берді. Менің балам аузын ашса, жүрегі көрінетін таза жігіт. Саған оны қимаймын. Сол сәтте менің қолым дір етті де гүлді итеріп жібердім.
Көз алдымда жерге құлап шашылған гүлдерді көріп жүрегім қақайрылғандай болды. Алма, алма өтінемін деп сыбырладым. Біз екеуміз бірге бола алмаймыз. Ол сенбей қарады. Көзіндегі жылылық бір сәтке мұзға айналғандай болды. Неге жаным, айтшы, неге? Неге бізге мүмкіндік бермейсің, деді. Мен көз жасымды тыя алмай артқа шегіндім. Өтінемін, мені ұмыт. Сені анаңа бағыныштысың. Мен сені анаңмен таластырып алғым келмейді. Осы сөздерден кейін ол үнсіз қалды. Қолындағы гүлін қайта көтеріп маған қарай созған едім. Бірақ мен одан теріс айналдым. Сол түні жастығым жасқа толды. Тек жүрегім ғана айқайлап тұрды. Мен сені сүйемін, сүйемін деп. Бірақ бұл айқай ешкімге естілмеді. Біздің әрбір өткен тәтті түндеріміз, әрбір жанасуымыз көз алдымнан кетпейді. Талай-талай тәтті түндерді өткізіп едік, бәрі бекер. Ол менен кеткен соң өмірім қаңырып қалғандай болды. Таңертең оянсам да, кешке ұйықтасам да ойымнан шықпайтын жалғыз адам ол. Бірақ менің көзімше басқа қызға үйленді. Жүрегім тілім болып отырса да, күліп тұрған бейнесін көруге мәжбүр болдым. Тойында жүзінде күлкі бар еді, бірақ көзіндегі мұңды мен ғана байқадым. Ол күліп тұрып та бақытсыз болатын. Мен үшін сол сәт өлген күнімдей болды. Бөлмеме кіріп, есікті іштен жауып алып, айқайлап жыладым. Бірақ ешкім естімеді. Тек ұлым ғана қасымда болды. Анашым, жыламашы деп кішкентай қолымен жасымды сүртті. Сол сәтте өзімді қайрап алдым. Мен анамын. Енді тек ұлым үшін өмір сүруім керек. Жылдар өтті. Ол өз әйелінен қызды болды. Сырт көзге үлгілі отбасы сияқты, бірақ жүрегім сезетін. Ол шын мәнінде бақытсыз еді. Әр жолы жолыққанымызда көз қарасынан бір сұрақты оқитынмын. Неге мені тастап кеттің? Ал мен ішімнен ғана жауап беретінмін. Сені өзім үшін емес, анаң үшін қидым. Уақыт жылжып ұлым ер жетті. Ол менің жалғыз жұбанышым болды. Қанша жігіт сөз айтса да, төсекке тартса да, мен ешкімді қабылдамадым. Тәнім соншама қалап тұрса да, өзімді тежедім. Өйткені жүрегімнің түбінде бірақ адамға орын қалдырып қойғанмын. Кей түндері ұлым ұйықтап қалғанда, терезеге қарап отыратынмын. Сол бір жігіттің құшағы, ыстық еріні, төсектегі нәзік аймалап сүйуі, жаным деген даусы құлағыма қайта жаңғырды. Тәнімде, жанымда әлі күнге дейін оны қалап тұратын. Бірақ ол қазір басқа әйелдің жары, бір қыздың әкесі. Мен тек ана болып қалуды таңдадым, бірақ әйел жүрегім әлі күнге дейін жалғыз еді. Жылдар жылжып ұлым ер жетті. Көз алдымда бозбала болып қалыптасып оқуға түсті. Оның әр жетістігіне қуанып, көзіме жас алып жүретінмін. Менің өмірім босқа өтпепті. Мен ана болдым, ұлым бар деп өзімді жұбататынмын. Бірақ тағдыр тағы мені сынап тұрғанын білмедім. Бір күні ұлым үйге ерекше көңіл күймен келді. Жымиып, қызарып, анашым, сізге бір сыр айтайын деді. Айта ғой балам, дедім, жүрегім елпілдеп. Ол маған жалтақтап тұрып, мен бір қызды жақсы көремін, бірақ сізге ұнамай қалама деп қорқамын, деді. Сол сәтте жүрегім тулап кетті. Әрбір ана баласының таңдағанын білгісі келеді ғой, әрине. Кім екен ол балам, дедім ақырын ғана. Ұлымның көздері ерекше жанып кетті. Ол сонда ерекше, нәзік, ақылды, бірақ ол қыздың қатал әжесі бар. Мен үшін ол өз бақытыңыздан бас тартқансыз, ал мен енді сізден рұқсат сұрауым керекпін. Тым болмаса мені тоқтатпаңызшы, деді. Осы сөзді естігенде денем дір ете қалды. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Іштей күбірлеп, жоқ, мүмкін емес, дедім. Бірақ тағдыр қашан менімен ойнамай қалды. Ұлым сүйген қыз менің бір кездері жанымды қиып берген жігітімнің қызы болып шықты. Таң қалғаным соншалық денем мұздап кетті. Бұл тағдырдың мазағы ма, әлде қайта сынауы ма? Ұлым тізерлеп отырып қолымды ұстады. Анашым, мен сізді ренжіткім келмейді, бірақ мен оны сүйемін. Маған рұқсат бересіз бе, деді. Көзімнен жас ыршып шықты. Жүрегімде мың ой шарпысып жатты. Өзім сүйгеннен айрылғаным аздай, енді ұлымның тағдыры сол есіктен қайта кіріп отыр.
Бірақ ана жүрегі бәріне дайын. Мен ұлымды құшақтап сыбырладым. Жаным, сен бақытты болшы, тым болмаса сен. Ұлым сүйгенін таныстыруға алып келген күнді ешқашан ұмытпаймын. Құдды жүрегім орнымнан атып шығатындай дүрсілдеп тұрды. Үйге кіріп келген сол нәзік қызға қараған сәтте денем шым ете қалды. Оның көздері, оның күлкісі бәрі маған тым таныс еді. Иә, бұл менің жүрегімде әлі күнге дейін өшпеген жігіттің қызы болатын. Ал ол қыздың қасында анасы мен әжесі. Менің жанымдағы кезіндегі қақ жарып кеткен әйел. Оның көз қарасы да баяғыдай өткір. Келесі сәтте ол кекесін сөйлеп жіберді. Тағы да сен бе? Тағы да біздің табалдырықтан шықпай қойдың ба? Кезінде баламды бақытсыз қылғаның аздай, енді немереме жолығып отырсың ба, деді. Оның сөздері жүрегімді түйреп өтті. Бірақ бұл жолы үнсіз қала алмадым. Мен ешкімге жамандық тілеген емеспін, дедім ақырын. Тағдырды біз таңдай алмаймыз. Балаларымыздың жүрегінде тоқтата алмаймыз. Ол ашуға булығып, құда боламыз деген несі? Сенің көлеңкеңнен әлі құтыла алмай келе жатырмыз ба, деп айқайлады. Ұлым орнынан тұрып батыл сөйледі. Әже, мен сіздің рұқсатынсыз да мен оны сүйемін. Бірақ сіздің батаңызбен бақытты болсам деймін. Анам тағдырдың салдарынан өз бақытына жете алмай қалды. Енді мен де сол жолмен кеткім келмейді. Оның сөздерінен кейін көзімнен жас парлап кетті. Ұлымның бойынан әкесіне ұқсайтын қайсарлықты көрдім. Ал ол қыз болса, қасында тұрған әжесінің қолын ұстап тұрып, әже, мен оны сүйемін, өтінемін, бізге қарсы болмаңызшы, деді. Бірақ қарт әйел тасқа айналғандай үнсіз қалып басын шайқап кетті. Сол сәтте жүрегім қайта жараланды. Бір кездері мен сүйген жігіттен айрылғаным сияқты, енді ұлым да сол тағдырды қайталамай ма деп қорықтым. Әженің жүрегі тас болып қатты. Ол немересінің мен оны сүйемін деген сөзін естісе де көнбей қойды. Мен тірі тұрғанда бұл некеге рұқсат жоқ, деді ол, көзінен от шашып. Жүрегімді тіркеніп, өзімді қайтадан өткен шақта сезіндім. Дәл осылай, менің де бақытымды қақ бөлген әйел осы емес пе еді? Сол бір күндердің көлеңкесі қайта келді. Бірақ бұл жолы мен үнсіз қала алмадым. Әже, дедім, қолымды жүрегіме қойып. Бір кездері сіздің шешіміңіз менің тағдырымды өзгертті. Мен бақытсыз болдым. Бірақ баламның бақыты үшін мен өзімді құрбан еттім. Енді өтінемін, тағы да дәл сол қатені қайталамаңызшы, дедім. Ол болса қасарысып тұрып, сенің көлеңкең бізді әлі күнге дейін жібермейді, деді де артына бұрылып кетті. Ұлым құшақтап алды. Оның жүрек соғысы құдды маған күш беріп тұрғандай еді. Анашым, қорықпаңыз, мен сіздің жолыңызды қайталамаймын, біз бірге боламыз, деді. Сол сәтте қасымдағы қыз, менің ұлым сүйген қыз, батылдықпен алға шықты. Сөйтті де әжесінің алдына тізерледі. Әже, мен сізді жақсы көремін, бірақ жүрегімді қарсы шыға алмаймын. Егер сіздің батаңыз болса да, болмаса да, мен оны таңдаймын, деді. Бұл сөздерден кейін әжеміз тасым үстінде қалшып қалды. Ол ештеңе айтпастан жылап шығып кетті. Біз оның өкпесін жеңе алмадық. Алайда тағдыр бұл жолы махаббатты жеңдірді. Ұлым мен сүйген қызы қол ұстасып, бәріне қарамай үйленді. Олардың тойында күліп тұрсам да, жүрегімде ащы мұң бар еді. Өйткені бір кездері дәл осындай бақыттан мен айрылғанмын. Бірақ ұлымның күлкісін көріп тұрып іштей сыбырладым. Жаным, тым болмаса сен бақытты болшы. Мен үшін емес, өзің үшін. Әжесі сол тойды көрмей өтті. Өкпесін ішінде алып бізбен қош айтысты. Бірақ өмір ағысы тоқтамайды екен. Мен болсам, жүрегімде бір кездері ұмыталмай қалған махаббатты мәңгі сақтап қалдым. Ол жігітті әлі күнге дейін сүйемін. Бірақ енді мен үшін ең бастысы ұлымның бақыты еді. Құрметті оқырман, өмірден алынған сабақ болар оқиғалар тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.